Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Қатпарлы қытырлақ болып шығады. Өте жұмсақ, дәмді жасап көрсеңіздер болады. Ең бірінші бізге қамырын жасап алу керек. Жылы суға тұзымызды қосып, артынан ұнымызды араластырып, орташа қамыр илейміз. Ұнды осылай суға қосасыздар. Шетінен ұнды қосып отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын. Мен қамырды тағы да ысып аламын дастархан бетіне. Одан кейін 15 минутқа бетін пакетпен жауып, демалуға қоя тұрамыз. Өте әдемі қамыр болды. Қамырымыз дайын. Аламыз осылай, шетінен жайып бастаймыз. Ұн қосып, осылай үлкен домалақ қып жаямыз. Одан кейін, осылай жайып болғаннан кейін, сары майды ерітпейміз. Қаласаңыздар ерітіп жақсаңыздар да болады, бірақ мен осылай ерітпей жағамын. Бөлме температурасында еріп тұрады, өзі де осылай жаққанға ыңғайлы. Осылай жағып шығамыз, барлық шетіне тиетіндей. Осылай жағып шықтық. Енді осыны шетінен орап бастаймыз, рулет сияқты. Үлкен рулет шығады қазір бізде. Осылай ораймыз, тартып. Дайын болған рулетімізді осылай орап, пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе мұздатқышына жарты сағатқа салып қоямыз. Қамырымыз қатам дегенше самсамыздың салмасын дайындаймыз. Оған бізге картоп, пияз қажет. Барлығын осылай кубиктап турап шығамыз. Пиязымызды майдалап турауымыз керек. Осылай барлығын кубиктап, майдалап турап шығамыз. Пиязды да солай тураймыз. Одан кейін тартылған етімізді салмамыздың үстіне саламыз. Қаласаңыздар құйрық май салсаңыздар да болады. Қаламасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Салсаңыздар өте дәмді болады. Дәмдеуіштерімізді, тұзымызды, бұрышымызды салып араластырамыз. Қосатын салмамыз дайын. Енді жаңағы қамырымызды аламыз. Қатып тұр. Ең бастысы ішіндегі жаңа жаққан майымыз былжырап тұрмау керек, қату керек кішкене. Қолға жабыспайтындай болса болды. Осылай алып, дөңгелектеп басып шығамыз. Мен бұл қамырдың барлығын қолданбаймын, маған жартысы ғана керек. Осылай пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Шетінен ұнды сеуіп, қамырымызды жайып шығамыз. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай да емес, орташа қылып жайып, қамырымызды қарасаңыздар қатпарлы болып тұр. Салмамызды салып, осылай түйеміз. Қаласаңыздар ұшпырыш қылып түйсеңіздер де болады. Мен бірақ осылай шетінен осылай түйген ұнайды маған. Өте әдемі болып шықты. Шетінен жинаймыз. Самсаларымызды түйіп шықтым. Енді бір жұмыртқаны алып, жарып, араластырамыз. Қаласаңыздар сарысын ғана жақсаңыздар да болады. Ағымен қосып жаға берсеңіздер де болады. Жағып шығамыз бетіне.
Барлығына осылай жағып шығамыз. Жағып шықты. Қаласаңыздар бетіне қалауларыңыз бойынша әдемілейсіздер. Кунжут қоссаңыздар да болады. Макс сеуіп шықсаңыздар да болады осылай. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 35-40 минутта піседі. Қарап тұрасыздар, күйіп кетпесін. Самсаларымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Қызып тұрған пешімізге саламыз. Достар, өте әдемі самсалар шықты, қытырлақ, қатпарлы. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.